адаммен бір кикілжің туындаса қандай да бір сөйлесіп бір-біріңмен жақсы нотада шешуге тырысу керек. Сен ол жерде отырған кезде мысалға ұрсып қалдың ба, сол жерден шығып кететін болсаң, сен сол өкпе ренішпен бірге шығып кетесің. Сондықтан ары қарай жалғастыру үшін просто сөйлесіп бәрін де шешіп алу керек деп ойлаймын. Және де Баласахан бұл кісі маған ренжиді да, эфирдің бәрінде сен сөйлейсің, маған сөз бермейсің деп. Енді өзінен де сұрайықшы, сіздің жағдайыңыз қалай? Менің жағдайым бұл менің айтқан сөзіме ашуланып кеткен жоқсыз ба тағы да? Жоқ, ашуланған жоқпын. Қалай бар солай айтып тұрсың, иә, ол дәл солай. Мен өзіңе де айттым, ол кезде мен өзімді ұстай алмай қаламын деп, өзімді өзім танымай қаламын деп айтам да, ашуланған кезде. Жоқ, бірінші басынан бастайық, иә, Гүлвира? Негізі не мәселе болып жүр? Сіз бірден ашуға беріледі деп қалды. Кішкентай заттарға ғана ұрыс болады, негізі. Ондай қатты үлкен ұрыс жоқ. Үлкен қылатын ұрысты осы кісі түрін жаттап алыңыздар. Білмеймін, қалай айтарымды да білмеймін даже. Просто мен саған былай ескерту деп қабылдайсың ба, или басқаша қабылдайсың ба, өзің біл. Бірақ мен саған жылы тонмен айтайыншы. Ол нәрсе ертең осылай жалғаса беретін болса, біздің таныстығымыздың соңына алып келуі мүмкін. Ертең жұп болатын болсақ та, сондай нәрселер, мысалға сен өркөкіректеніп сол кездегідей бір-екі жағдайлардағыдай тұрып алатын болсаң, компромисске келдің. Сен өзің жақсы білесің, өркөкірек емеспін, тәкаппарлау, ондай нәрсе менде жоқ екенін білесің да, бірақ осы сөзің кішкене артық болды осы жерде. Хорошо, осы сөзім артық болса кешір. Бірақ сол моментте... Былай жасайықшы, Оразғали, сөзіңізді бөлейін, иә? Гүлвира, Оразғали жалпы ер азамат ретінде қандай мінезі бар, сізге ұнайтын қырларын айтыңызшы? Мінезі? Сипаттап берші деп отыр ғой саған. Сабырлы. Сабырлығы мен шыдамдылығына өте сөз жоқ. Мен мінезіме шыдап, сабырлық танытып жүрген, сол жағына сөз жоқ. Көңіліме қарайды әрдайым. Осылай? Ұрысқа алып келмейді да көбінде. Осылай, сенікі дұрыс деп қоя салады, сосын мен айтам, мен ұрысып алам да, соңында мен жаман болып қалам, сен, я жарайды, сенікі дұрыс, кешір деп қоя саласың деймін да. Жоқ, Баласахан, мен айтайыншы. Жоқ. Гүлвира, біріншіден қатысушылар, құрмет көрсетейік, сіздер де ортада отырғанда тыңдайды ғой. Гүлвира, сіз сабырлы деген, ол кез келген адам туралы айтамыз, иә? Бір сізден естігіміз келеді Оразғали жайлы. Қандай екен, білмеймін, еркелете ма сізді, қандай қылығы ұнайды сізге? Сөйтіңізші, тергеңізші, мен де... Біраз кездесу болды, біраз сөйлесу болды, өзіңіз де сыртта айтады екенсіз, тіпті маған сөз бермейсің ғой деп Оразғалиға. Енді сізді естігіміз келеді. Иә, еркелетеді, күнде. Қайырлы таң, күнделікті, қайырлы түн, еркелету, барлығы бар негізі ол нәрсенің. Баласахан, айтсақ болма? Асалым күлкісі ұнайды, күлкісі әдемі, өзіне жарасын. Ондай емес, жымиған кезде. Ондай емес дегенше. Нұрдәулет. Қинап айтып атқан сияқты бір күлкісі ұнайды, бір андай бір через не хочу ма деп ойлаймын да, енді Ораз өзім осы жобадағы бір жақсы бір достарымның бірі. Бірақ та енді білмеймін, бір Оразға бір жаным ашитын шынымен дос ретінде. Қалай айтсам болады, қашан қаратсам бір навязывать етіп жүрген бір жігітке ұқсайды да. Ой жоқ, мынаяқта бір проблема болып тұрса да жау жіберейік деймін. Бәсе енді тірілдіңдер ау деймін. Яғни сосын қатысушыларға бір нәрсе айта салайыншы. Баласахан, кішкене ортаға құрмет болсын ше, ортаға шыққан кезде шапалақ ұрып, кішкене бәрің шапалақ ұрып отырыңдаршы, Құдай үшін. Сендер де шығасыңдар ортаға. Одан кейін айтайын деген Баласахан, білмеймін. Бұл қызда енді сізге тікелей сұрақ, Гүлвира. Ораз сізге ұнай ма негізі? Жігіт ретінде, былай, қалай айтсам болады? Мен просто үш эфир ма бақыладым сіздерді. Просто сізден бір ауыз хотя естімедім да Ораздың андай бір несі ұнайды, бір жігіт деген сияқты. Әдемі жігіт болмаса қылықта андай еркек деген сияқты. Ой, қылық деппін ғой. Қимылдары күшті деген сияқты. Әрекеттері, мінездері деген сияқты. Соны өзіңізден сұрайыншы. Ұнайды? Ұнағансын келіп тұрмын ғой, айттым ғой. Жоқ, просто мен сізде келген сайын андай бір қатты бір артыңыздан бір Ораз жүгіріп жүрген жігіт сияқты көрінеді да маған. Каждый эфир андай через не хочу отыратын сияқтысыз да, білмеймін, или олай емес па? Жоқ, олай емес. Енді кішкене эфирға шыққан соң қобалжу болады негізі. Ал сыртта мүлдем басқаша, мен сыртта көп сөйлеймін, Ораз мүлде сөйлемейді деп айтсам да болады.
Енді қобалжитында енді сіз Иә, уже ол рас енді. бір айдай болды ғой, енді қобалжымаңыз, қасыңызда енді Ораз сияқты жігіт бар, сабырлы деп жатырсыз. Сол үшін білмеймін енді бәрі жақсы болып кетсін, бірақ Ораз қатты бүйтіп қыздарға да бүйтіп кіре бермеш, просто қатты кіре берсең, сен өз бағаңды жоғалтып аласың, болды. Жоқ енді бір минут. Оразғали ханым. Жоқ, Тоқтай тұр, Балауса Айгүл, бір минут. Садәулет, тоқташы. Бұл кісі негізі көпшіліктің алдында, не только көпшіліктің алдында, тағы бір третий лицо пайда болса, екеуміздің қасымызда, сол кезде уже жабылып қалады. Ал негізі мен сыртта жүрген кезде оның бәрін жаңағыдай өзінің подачаларын мен байқаймын. Вот, қарашы, қазір сен бүкіл жыртықты жамайсың да осылай. Біз қалай көреміз? Сен келесің да айтасың, проблема жоқ дейсің, бірақ қызда проблема бар сияқты, понимаешь? Біз сондай нәрсе көреміз сен. Бар ма сенде проблема? проблема жоқ. Мен енді айтып тұрмын ғой, сыртта сіз көрген жоқсыз ғой енді бізді. Сыртта основном мен сөйлеймін. Болды, бүгін көрейінші. Жоқ, Балауса ханым. Расулбек. Аха, енді жаңа Саддәулеттің айтқаны сәл бір ой түйерлікте нәрсе айтты деп ойлаймын. Негізі шынымен уақытынан бұрын асығыстықпен Оразғали шынымен бүткіл сезімдерін білдіріп, қыздың алдында сәл өзін бір артықтау, төмен емес жаңағы, сәл бір Расул жаман ой салатсың қазір. Жоқ, тұра тұр, сондай дүние болып жатыр да, ал мына тарапқа келетін болсақ, шынымен бағана да айтты, ортаға шыққан кезде сен сөйлей бересің, мен сөйлейінші деген сияқты. Білмеймін енді Оразғалиға деген бір заңдай да бір жоқ, тек эфир үшін келіп кетіп жүрген адам сияқты болып көрініп отыр енді. Ол қаншалықты рас өтірік екенін білмеймін, бірақ менің түйсігім солай ойлап отыр. Жоқ, Балауса Тоқты, қазір мен айта кетейінші, осы жерде жігіттердің бәрі как будто Саддәулет пен Расул сияқты болу керек сияқты ше. Бірінен бір үміткерлерді жіберіп, мына жерде енді келіп отырма, жігіт жарайды, қыздың артынан қанша жүгірсе де, главный қыз қасында ма, қасында сендер сияқты кезек-кезек үміткерді жіберіп отырған жоқ. Бір қыз үшін до конца барам деді ма, барып отыр. Просто добиваться етіп отыр да, сендер өздерің олай жасамаған екен, нақты басқа жігіттің де ойын бөліп керек емес. Мәселе Оразғалидің тарапынан болып жатқан жоқ. Оразғали жақсы істеп жатыр деп жатыр. Бұл жерде қаламай тұрған қызды көріп отырық та, біз сол нәрсені айтып отырмыз. Қаламай тұрған жоқ енді, Расул. Қараңдаршы, екеулерінің ортасында жаңағыдай қандай ситуация болғанын, не отношение болып жатқанын сендер білмейсіңдер ғой. Например, қыздар айтыңдаршы, сендерге андай приятно ма өздерің ұнатпайтын жігіт қастарыңа жақындағаны? Сол сияқты нәрсе ғой, ол қыз ұнатпай тұратын болса, Оразғалиді отталкивать етіп жоқ деп неметіп саушы еді, бетін қайтарып саушы еді. деген сияқты. Оларды білмейсіңдер сендер. Просто ортаға қарап, екеуіне наоборот андай бетіп, ұшқындарын нормально қылып жандырып жүруге тырысқанша былай ажыратуға керек емес. Вот көрдің бе, сен солай ойлағанмен бұл қыздың тарапына басқаша болуы мүмкін. Адам әртүрлі ойлауы мүмкін. Дәл осы тұста жаңа айтқандай бар ғой. Бұл жерде енді жаңа айтасың, сыртта басқа болуы мүмкін, ішке басқа болуы мүмкін. Не үшін сыртта, іште басқа болу керек? Бір адам болып отыру керек, іште де, сыртта да. Енді сыртта адам өзін ашық ұстайтын шығар, мүмкін ұнайтын шығар. Ал мұнда келіп біз бәріміз отырмыз, қарап отырмыз деген сияқты қысылады ғой, қыз баласы ғой. Жоқ, негізі қыздың мәртебесін Құдайдың өзін көтеріп қойғанда, қыз балаға сыйластық танытса, қыз балаға күтім жасаса, ол нәрсені ерсі көріп, керісінше неге сен бұл қызды сыйлайсың, неге бұл қыз бақытты болып отыр, неге бұл қыз мәз болып отыр деген сияқты пікірлерді онша мен қосыла алмаймын. Себебі қыз не обязательно үміткер келді екен деп үміткер жүгіру керек емес қой. Бастысы ер азамат ретінде керісінше өзінің ісімен әрекет етіп отырған адамды сендер бірден табан астына кіріп кеттің, өзінің позициясы жоқ деген сияқты қабылдай. Негізі ақылы бар ер азаматтар көбіне басында жүгіреді, өздері жаулап алады, одан кейін барып қана уже, маған мына нәрсе ұнамайды деген нәрселерді ақылды түрде жеткізеді. Ал керісінше сендер бір сыйластықты жоққа шығарып, өздерінің бір күтім жасай алмағандықтарын осы адамға навязывать етесіңдер былай. Балауса ханым негізі айтады ғой, қыз сүйсе қалады, ер адам сүйсе алады дейді ғой. Жалпы Оразғали бұл таныстықтың басында Балауса ханым менде бір ұшқын бар сияқты, осы таныстықты мен соңына дейін апарам деп уәде берді, ол жасап жатыр, жасай да береді. Мына жақта көп ер азаматтардан қарағанда мен Оразғалиға ырза боламын да, айтқан сөзінде тұрады. Ал көптеген ер азаматтар атын айтып төсін төстемей қойды, мына жерге келіп отырып ал, Балауса ханым, мен деген өз тұрып жатыр ғой, мен деген жаңағы соңғы сөзім менің уәде берем, осы мен соңына дейін апарам дейді, 2 күн екен әумен жоқ болады деген сияқты. Оразғалиден просто үлгі алыңыздар деп айтқым келеді.
Мария ханым, мен яқта жігіттерді вообще түсініп отқан жоқпын да. Негізі андай ғой, айтып отыр да, сен қыздың артынан жүгірме, сен қыздың артынан бүйтпе, сен қатты кіріп баратсың деген нәрсесін вообще түсініп отқан жоқпын. Негізі жігіт болса, осы кім Оразғалидай болса, өйткені ғой, қаншалықты артынан жүгіріп андай ғой, қыздың көңілінен шығуға тырысып жатыр. Кірсе кіре берсін, не болды, зато қыз Қаға кіргізіп жатсыңдар. зато қыз бақытты ғой дегенім ғой. Қаға кіргізіп жатсыңдар. Ақерке, Иә, баласы ханым, негізі иә, бұл жерде мен ойлаймын, Расул да Саддәулет те бір Оразғалидың позициясы дұрыс емес, сен қателік істеп жатсың деп айтқан жоқ, мен олай айтты деп ойламаймын да, қойшы Саддәулет. Иә, негізі просто айтып тұр да енді, адам балалар таныстықта болғаннан кейін негізі екі адамның да сезімі бірдей биіктікте, бірдей шыңда болса, ол күшті нәрсе да. Ол нәрседен одан кейін үйлену деңгейіне көтеріледі. Сондай нәрселер болады. Просто шынымен де біздің де менің де көзқарасым сондай да негізі. Сіз әрине қыз ретінде сызылғаныңыз, сіздің сезіміңізді қатты көрсетпегенсіз, ол нәрселер де күшті, бірақ сондадандай Оразғали ылғи андай көрініп қалды, как будто сізден бір өзіне деген сезімін шығарғысы келеді ана жақты. Сен айтсай, сен мені негізі жақсы көресің ғой, сен айтсай деген сияқты солай көрініп қалады халыққа. Енді сыртта қалай екенін білмейміз, егер сыртта да бір жағынан қыз егер де Оразғалиді ұнатпаса, мен ойламаймын бұл жерге бір айдан бері келіп жүретін еді деп та. Бірақ негізі сезімнің екі адамнан да бір деңгейде кездескені ол күшті нәрсе деп ойлаймын. Екеуі бірдей дәрежеде бір-бірін ұнатқан. Негізі қыздар айтып жатыр ғой енді. Барыс мырза, бір минут. Ағакен, құрметті сүтқоректер қойдыңдаршы. Негізі ондай емес. Мен гарантия беремін екеуміздің сезіміміздің бірдей уровеньде екеніне. Мен оны өзім көріп жүрмін. Сендер біздің қалай сырласатынымызды білмейсіңдер. Және де мен басқа қатысушылар сияқты кездесуге 3-4 адам ертіп бармаймын. Мен всегда жеке кездесемін. Сол үшін, сол ашылу үшін. Өйткені бұл адамның білемін, аша алмай қалатын жекеде. Сондықтан мен жеке кездескенде предпочитаю. Болды, бір ауыз айтып жіберсек баласы ханым. бар сөз сұрап еді. Мына жерден бағана бері қыздар айтып жатыр ғой, Оразғали дұрыс істеп жатыр деп, оған ешқандай қарсылығым жоқ, дұрыс істеп жатсың, бірақ взаимность болған ол да жақсы. Әке шешелеріне сұрадыңдар ма, бір-біріңе қалай көзқарастары? Бұл сұрақтың жауабын Оразғали жарнамадан кейін бірге білеміз, және таныстық жалғаса ма жоқ